4 кәнден. Пәтер іздеп қаңғыра-қаңғыра қала сыртына шықтым. Суырдың ініндей тарам-тарам тар көшелерді бойлап жүре беремін. 2 айдан бергі ермегім осы. Есігінен жылы қарсы алып, жымия жауап қатар бір пенде кезіксеші. Бәрі де бүгін өлік шығарғаннан жаман түнере сөйлеседі. Ат тондарын ала қашады. Жасы 70-тің ішін аралап кеткен шынашақтай сары кемпір шел басқан шегір көздері жасаурай маған тесіле ұзақ қарады. Таяу келіп сәлем бергенімде ғана адыра қалғыр, сәшкеме десем көзде көрмейді деді күрсініп. Зәулім қақпаның арғы жағындағы еңселі ағаш үйге сүйсіне көз жүгіртіп, сары кемпірге жөнімді айта бастадым. Жалбыршақ қарындай шалбар әжім жүзін мұң торлаған қария меңіреу жандай сөзімді селқос тыңдады. Әлде мұндай әңгімелерді есте құлағы жауыр болды ма? Болмаса желкеге мінген кәрілік жер таяндырып әбден титықтады ма? Қария ләм-мим деместен қайта-қайта күрсініп қояды. Мен сары кемпірге алыс аудандардың бірінен екенімді, оқу бітірген соң осында жұмысқа қалғанымды, келіншегімнің әлі студент екенін, кішкентайларымның ауылдағы ата-енемнің қолында жүргенін, былтыр қыстаған үйімізге қожайынның жиендері тұратын болғандықтан әзірге бажамның үйінде қонақтап жатқанымызды, егер мейірі түсіп пәтерге жібере қалса, үйін таза ұстап, ақшасын уағында беріп тұратынымызға шейін түк қалдырмастан тізіп шықтым. Қалт-қалт еткен тарамыс саусақтарымен таяғын қыса түсіп, қария орнынан әзер көтерілді. Үн-түнсіз қақпаның есігін ашты да, кір дегендей сыңай танытты. Таптар аула іші ыбырсып жатқан қоқыс екен. Түбі түскен шелек, сынған шөлмек, ескі құсқы киімдер, төгілген тас көмір дейсің бе? Бәрі айран ботқасы шығып жатыр. Қақпаның бұрышындағы үйшіктен жабағы жүнді қара төбет басым бір көтерді де, бұж-бұж еткен шыбындардан мезі болғандай ауаны қауып алды. Қақпадан аттағаннан ақ алға басқан аяғым кері кетсе де, әдептен озалмай кемпірдің соңынан ере бердім. Сыры қопсып, сықырлап жатқан ауыр есікті аша бергенде мұрынға күлімсіз бұрқ ете түсті. Сары кемпір киізбен қапталған ішкі есікті таяғымен нұқып қалғанда, арғы бөлмеден шәуілдеп 4 рет шыға келгені. Қапелімде сасып қалғаным сонша, балағыма жармасқан жұдырықтай кәндендерді аяғымен қақпалай беріппін. Барыңдар далаға деген кемпірдің қатқылдау дауыс шыққан кезде, 4-еуі де таласа тармаса сыртқа қарай безе жөнелді. Үй осы деді кемпір, ортаңғы күңгірт бөлмеге кіргізген кезде демігіп. Қарайтын кісі болмаған соң мола болып тұр. Өзімнен хал кеткелі. Сәшкеге қатын ал деп қақсағалы 20 жыл болды. Ол көгермегірдің арақтан қол тиеме, төрлет қарағым. Менің тынысым тарылып, жүрегім қысып, сыртқа шыққанша асықтым. Бірақ сары кемпірдің сағыздай созылған әңгімесі бітіп берсеші. Көшеге шыққанда өз қылығымнан өзім қысылдым. Көпке дейін сары кемпірмен балаққа жармасқан 4 кәнден ұмыта алмай жүрдім. Пәтер іздеп осы маңнан әрі бері өткенде зәулім қақпалы еңселі ағаш үйге үрке қарайтын болдым. Сары кемпірге жолығып қалмайын деп, 1-2 көше айналып өтетінді таптым. Бірақ бұл кемпірден қашсам да құтыла алмасымды білмеппін. Арада 2-3 апта өткенде кірпіш зауытының қараулы отыратын дүңгіршек бөлмесінде тағы кездестік. Сары кемпір мені танымады. Сәлемдескен сыңай білдіріп, ернін жыбырлатты да, сол меңіреген күйі терезеге телміріп отыра берді. Тілінген қызылшадай қып-қызыл боп күн батып барады. Зауыт жақтан әлдегімнің қаңғырып келген шүрегей көлге пана болмайдай деп әндеткен көтеріңкі дауыс естіледі. Бөлме ішінен дым иісі білінеді. Заман ақырдың балалары іштен оқытуады. Ашпайтын бәлесі қалмайды. Жерді тінтіп болып, көкке шығады. Адам азады, жер тозады. Бала әкеге қарамайды. Айтқан ақылың боққа жарамайды деп отырушы еді әкем жарықтық деді. Сары кемпір әлден уақытта маған емес, батар күнмен тілдескендей, сыртқа тесілген күйі, жүзінде бұрмастан таусыла сөйлеп, тозған дүние. Кемпір ауыр күрсінді. Мен де күрсіндім. Бір жақ сирағы сынық жаман орындыққа салмағыңды салып отыра алмайды екенсің. Үстелге шынтақтаған күйі өзімен бірге ала келген жұдырықтай радио қабылдағышымның құлағын бұрай бастадым. Үстел үстінде жатқан шүберек дорбадан жас тоқаштың иісі мұрынға келген сайын қарным шыр-шыр етеді.
Тоқашты алып жеуге кемпірден қысыламын. Ойламайын десем, сілекейім шұбыртып әкетіп барады. Пәтер іздеудің әлегінен уақытылы ас ішуді де ұмыттық. Айналасы 2 айдың ішінде жақ жүнім үрпиіп, көзім шүңірейіп, жүйкем жұқарып бітті. 25-ке келгенше басыма баспана бұйырмаған. Маңдайыма да болмаса 15 жыл кітап кеміріп оқымысты боламын дегенде, алар айлығым 200 сомнан аспай, 2 балам мен келіншегімді асырауға жетпейтінін сезбеген, жетесіздігіме өкпелеймін бе, әйтеуір қай-қайттен өш аларымды білмей, діңкем құрып, сіркем су көтермей отыр. Оның үстіне 8-ші кластан соң оқуды тастап, сауда қуып кеткен бір кластасымның қазір 6 бөлмелі үйі, астында Волгасы барын келіншегім жиі-жиі есіме салып, онсыз да іштегі қыз-қыз қайнаған отқа май құя береді. Қарағым-ай, 70-ке келіп жер таянған шағымда қарауыл боп қақшаңдаймын деп ойладым ба? Осы кемпірге не жетпейді деп жиырылып отырған шығарсың. Заман ақырдың қарттары да қағынған деп отырушы еді. Менің Шәкен деген бір қайным. Сол айтқандайын қағынбайын десең де шарасыздан қағынады екенсің. Әйтпесе арқаға дорба асынып алып, елдің боқтығын қопарып, шөлмек жисам да өлмеймін ғой. Бірақ сары кемпір тағы күрсінді. Мен жаман радио қабылдағышымды әрі-бері шұқылап, сары кемпірдің сағыздай созылар ұзақ әңгімесі басталмас екен деп тілеп отырмын. Әке шешең бар ғой. Кемпір аяқ астынан сөзді басқа арнаға бұра салды. Әлгінде ғана көкірегін күйік өртегенде күйзеле сөйлесе, енді лезде езуіне күлкі етіп, жүзін жылта қойды. Жоқ дедім ақырын ғана. Бағың бар бала екенсің деді кемпір, ызбарлы үнмен. Тұла бойым тоқ соққандай дір ете түсті. Рас айтып отырсыз ба дегендей аңтарыла қараппын. Кемпірдің жүзі сұп-сұр, қорқынышты, шүңірейген көзі жансыз, жағына пышақ жанығандай. Бағың бар бала екенсің, естімей қалды ма деген кісіше әр сөзін қадап отырып қайта айтты. Әйтпесе бірер жылдан соң кемпір шал мойныңа мінер еді. Жалғанда кәріні күткен жаман, шеше байқұсқа сәбиін мәпелеген бақыт, балаға анасын күткен азап. Ана шіркін сәбиін өссе екен деп тілесе, іштен шыққан шұбар жылан мәлкілдеп жатсаң өлсе екен дейді. Құдай ақы солай. Сары кемпір маған сұмдық сұрқия болып көрінді. Әр сөзі қарашаның желіндей жайсыз дейді. Бұрын байқамайды екем. Тістерді сойдиған құдды мыстан кемпірдікі. Мына мыстаннан қашсам құтыла алмайтын болдым-ау. Неше ағайындысыңдар? Даусы да қырқыр етеме қалай? 4 апайым бар. Мына радионың құлағын бұрай бермей, соларға неге хат жазбайсың? Келін бар ма? Бар. Балаң бар ма? Бар. Баламды радионың құлағын бұрап бағып жүрмін де. Келін декретте шығар. Мен басымды шұлғыдым. Бәсе, апайларың қарасып тұра ма? Мен үндемедім. Баламай, қазір кімге кім қарасқандай? Өзім өлмейін деп жанталасқан ел. Бұрынғы береке, бұрынғы бірлік қайда? Менің бала күнімде. Сары кемпір ұзақ сонар әңгімесіне кірісті. Күн батып көз байлана бастаған соң тұрып жарықты қостым. Ақшам жамырай бастаған. Біз күзетіп отырған кірпіш зауыты түнде де жұмысын тоқтатпайды. Цех жақтан аспалы кранның зырлы мотордың дүрілі құлақ етті жейді. Кемпір әлі сөйлеп отыр. Бұл пенде дегенді қойсаңшы тайыры. Құдайдан ананы тілейсің, мынаны тілейсің. Тойым, қанағат деген жоқ. Атам жарықтық айтып отырушы еді. Алладан бір ғана тілек тілеу керек, шын тілеу керек. Алла ол тілегіңді бермей қоймайды деп. Мен бала да, байлық та, бақ та тіледім. Маған бала берді. Қалғанын қимады. Ол үшін Құдайға күпіршілік қылуға болмайды. Анау мынау емес. Сайдың тасындай 5 ұлым бар. Шүкір, 5-еуін де аман есен өсіріп, ел қатарына қостым. Еңгезерде милиция капитаны екпіндете кіріп келгенде, енді ширатыла бастаған әңгіме кілт үзілді. Мұртты қара телефонға жармасты. Сөзі де, көзі де суық. Тыныштық па деді, бейне бір тыныштыққа наразы жандай. Бірнеше жерге телефон çalды. Содан соң, ұмытпай сағат сайын пультқа белгіленіп отырыңдар деді де жөнелді. Мұқашым Новосібірдегі ауыл шаруашылық институтын бітіріп, сонда мұғалім болып қалып қойған. Әлі күнде сонда. Ақан омбыда оқыған. Военный. Қазір Мәскеуде. Ағаларының жолын қуып Екулда, Бөкешім мен Байсалым да Ресейге кеткен. Бөкешім Томбо университетінің
Заң, Байсалым әдебиет факультетін бітірдім. Бәрі оқымысты. Оқу қонбаған сәшке ғана. Ол арақтың оқуынан асалмайды ғой, деді кемпір. Термостағы күрең шайды 2 кесеге бөліп құйып жатып. Шай іше отыр балам. Үнді шайды көзден бұлбұл шыққалы қашан? Көң шайға да көндігеді екенсің. Балам, уайым адамды әбден мүжейді екен. Ол біткеннен тірідей айырылып, жесірліктің тауқыметін тартамын деп ойлап бедім. Бесеуі бірдей етегімнен тартып, не ұйқы, не күлкі жоқ. Сол бір сойқанды жылдары осылар қашан ер жетер, қашан маған сүйеу болар деуші едім. Енді ерте ер жетіп кеткендерінен алып, ухлеумен күн өткізіп жүрмін. Мен де күрсіндім. Ертеңде тағы пәтер іздеп, тентірейтінімді ойлағанда, қарадай ызаға булықтым. Немерелерімнің ұзын саны 10. Құдайдың бұ бергеніне де шүкіршілік. Әйтеуір ұмытпай хат жазып тұрады қарғаларым. Суреттерін жанынан тастамай алып жүремін. Міне, менің немерелерім. Кемпір бағанағыда емес, суреттерді лепіре көрсетті. Мынау мұқашымның тұңғышы Ринат, мынау екіншісі Индира деп таныстырып жатыр. Суреттердің барлығын сыртында «На долгую и вечную память, дорогой Апашке» деп жазылған екен. Жер шалғай, жылда келе алмайды. Өткен жылы бөкешім бала шағасымен келіп кетті. Оның алдында Байсалым келіп кеткен. Әйтеуір шешелері барын ұмытпайды. Қарғаларым, соғанда шүкір. Әжей көзіне жас алды. Бір кезде кемсеңдеп отыр. Мына қолғапты бөкешіме тоқып жатырмын. Сібірде күн суық қой. Қолы тоңып қалама деп қорқамын. Ақашыма әдемі костюм шалбар алып қойып едім. Биыл 50-ге толады ғой. Пәсілке салсам деймін. Кірпігіне ілініп тұрған тамшы жас электр жарығымен нұрланып көрінеді. Жүзі де жылып сала берді. Әжейдің күлімсіреген көргенде, менің де арқам жеңілденіп, жас тоқаштан қарпи-қарпи асап, ыстық шайдан рахаттан артадым. Кемпірдің үстіндегі шыт көйлегіне көзім түсті. Жеңі қырқылып, түсі оңып кетіпті. Ең кемі 15-20 жыл киген ау шамасы. Аяғында көнетөз бәтіңке. 60 сом пенсия аламын деді әжей. Көнетөз бәтіңкесіне көзім жабысып қалған сезсе керек. Үстелдің астына қарай жасыра беріп, мен ялғанынан шалбарымның балағына жұққан көрінер-көрінбес балшық дақтарын тырнақыштап, әжейдің жыртық бәтіңкесін байқамаған рай таныттым. Бір басыма Құдайға шүкір жетіп тұр ғой. Жасанып жатқан жоқпын. Киім кешек жеткілікті. Қалған ғұмырымда осы барын тоздырып алсам да рахмет. Жалғыз басты адамға ас батама. Күніне зорлағанда 2 тоқаш жеймін, 1 шөлмек айран ішемін. Соның өзі маған көп-көп ауқат. Үкіметтен алатын пенсиям осы ауқатыма жетіп артылады. Қазір нан тепті боп барамыз ғой. Бір бөлке нанның 24 тиын. Су тегін. Көшеде боқтықта шашылып жатқан нанды көрсем, жаным түршігеді. Кеше соғыс уақытында бір үзім нанға зар болып едік. Әй, біз оңбаймыз. Тез тойынамыз, тез ұмытамыз. Құдай зауалынан сақтасын де. Сары кемпір үстел үстіндегі нанның ұсақ өгінділерін нанның жұмсақ жермен басып-басып, жабыстырып алып, бісміллә деп аузына салды да, шайныңдап біраз отырды. Мына күзеттен алған 120 сомма немерелеріме ойыншық, оны мұны алып жіберіп тұрамын. Солар қуанып қалсыншы деймін. Ойыншықтарын алған соң мәз болып хат жазады құлындарым. Хаттары келсе, өздері келгендей қуанамын. Ол күні көңілім өсіп, қайта-қайта күлімдеп, көшеде кездескен таныстарының бәріне солардың хаттарын оқып беремін. Оқыған сайын бойыма қуат дарығандай боламын. Міне көгершіндерімнің хаты. Дорогая Апашка деп басталатын бума-бума хаттарды әжей дорбасынан шығарып алдыма тастады. Қарап отырмын, қайран қалып отырмын. Бірі «Бабушка, мне очень понравился медвежонок» десе, екіншісі «Спасибо за куклу, бабушка, я люблю тебя» деп жазады. Бәрі немерелерінің хаттары. Балам, қилы-қилы заман болады. Қарағай басын шортан шалады деген осы екен деді. Сары кемпір түңіліп, тағы бірдеңе айтқысы келіп, айта алмай отырған мөлтеңдеген жанарынан, дірілдеген саусақтарынан, ауыр күрсінісінен аңғардым. Ермек қылып отырған тоқымасын қолына өлшеп көрді. Дәл боладау дегендей басын изеп-изеп қойды.
Үлпілдеген ақ түбіттен ерінбей жалықпай 5 саусақ қолғап тоқып отыр. Шіркін, түбіті де бұрқырап, шығайын деп ақ тұр. Мына қолғапты кесең, Сібірдің суығын қойып, Арктиканың аязына да пысқырмайтын шығарсың ау. Әжейдің көзі қанталап, бұлшықтанып кетіпті. Жас шыбықтай салалы арық саусақтары дір-дір етеді. Ертеңіне құлқын сәріден ертістің сол жақ жағалауын шарлауға қайта шықтым. Өскеменнің бұл жағында ығы-жығы салынған ескі үйлер, көшелері де мың бұралаң. Кей көше тұйыққа апарып тірейді де, қайта жол тауып шыға алмай, ит біткенді шуылдатып ығыр боласың. Автобусға лық толған адамдар екі өкпемнен қысып, ары шайқап, бері шайқап, зықымды кетірген соң, барар жеріме 2 аялдама жетпей түсіп қалдым. Ертіс жақтан сап-салқын леп еседі. Түні бойы сары кемпірдің мұңдылау әңгімелерін естимін деп, есінеп құсынап, әрең келе жатырмын. Алға басқан аяғым кері кете береді. Күзеттен соң арсы-күрсі боп келіп, аяқты созып жіберіп, құлай кететін өз лашығым болмаған соң, өстіп қалғып-шылғып жүріп, елдің есігін қақпасқа лажың қайсы. Осыдан 2 күн бұрын келгенде мұндағы шеткерлеу тұрған қос бөлмелі қоржын үйдің есігі тарс бекітуледі. Көршілері алса осы кемпір алады, қаладағы қызына кеткен, ертең бүрсігіндері келеді деген соң, айналып соғармын деп кеткем. Ендігі бар үмітім сол үй. Одан үмітім үзілсе, қайда барарым беймәлім. Ертістен алыстаған сайын қапырғауа қысып барады. Табан астымдағы асфальт жол бұлт-бұлт етеді. Таяуда төселсе керек, әлі сіресе таптала қоймапты. Еріген қара майысы қолқаны қабады. Абажадай көк қақпаның алдына келіп тоқтағанда барып, барар жеріме жеткенімді бірақ білдім. Есікті қағып көріп едім, ішкі жақтан ешкім дыбыс бермеді. Саңылаудан сығалап көрсем, 2 күн бұрынғы қара құлып, қасқайып әлі тұр. Бүгін жұмысқа кешкі 5-те шығамын. 3 күн істеп 2 күн демалатын жұмыс. Ыстық цех, қорғасын балқытамыз. Табысымыз жаман емес. Кірпіш зауытына күзетке 2 күн демалысымды босқа өлтірмемін. Ақша табайын дегеннен шыққан жоқпын. Тұратын баспана болмаған соң, амалсыз орналаса салып едім. Келіншегім апайдың үйінде жүр. Ара-тұра мен де қонақ болып қайтамын. Қайынбекеміз бен бажамыз жайылып жастық болған сайын қысыла түсемін. Осы сыйластықпен жүргенде баспаны тауып алсам ғой. Сол сіз бізбен ақырын орын тауып кетсек абыройдың үлкен емес пе? Қашан қабақтарына кірбің жүгіріп кетер екен деумен ақ діңкем құрыды. Қалың қарағаштың түбіндегі орындыққа барып тізе бүктім. Денем дел сал. Қазір сағат тура 12. Әлі 2 сағат күте тұруыма болады. Не істесем екен, а? Кемпір неге кешікті? Түні бойы сары кемпірдің таусылмас жырын тыңдағанша неге мызғып алмадым екен? Тух, өзіме ұйқы тығылып отырғанын қарашы. Қой, ұйықтап қалып жүрмеймін. Бәрібір көзім ілініп кетіпті. Түсімде пәтер іздеп жүр екен деймін. Шым-шытырық бір көше. Қайдан келіп қайда тұрғаным белгісіз. Бір сәт айналаны түнек басып кетеді. Көңіліме үрей алады. Тынысым тарылады. Сол екі арада қайдан келгені белгісіз 4 кәнден шыға келеді де балағыма жармасады. Сасқанымнан 1-2-ін теуіп те жібердім. Қаңқылдаған ит даусы миыма біз тыққандай болды. Ояна келсем түсім. Жүрегім тас төбеме шықты. Расында да қарсы беттегі көк шатырлы үйдің ауласында бір ит өлердей қыңсылап жатыр екен. Мұна ұқсастықты қара. Бет басымды ұйқалап, ұйқымда шалмай біраз отырдым. Жұмысым есіме түсіп, сағатыма жалт қарап едім, 4-ке жарты кетіп қалыпты. Сасқанымнан орнымнан атып тұрып, аялдамаға қарай тұра жөнелдім. Автобустың ішінде артқы жақтағы жұмсақ орындықта шолғып отырып, жаңағы көрген түсімді тағы есіме алдым. Адамның түсі де қай-қайдағы кіреді екен ғой. Сол 4 кәнденнен рас жүрексініп қалғаным ба? Қойшары, сөз еместі сөз қылып. Кемпір байқұсқа обалақ. Шамасына қарамай 5 ит асырағаны не тең десеңші. Қай бір жетіскеннен асырап отыр дейсің. 5 ұлынан көрі оларда болса ес қой. Осы ой санама жылт етуі мұң екен, құла бойым мұздап сала берді. Көз алдыма жер таяна, бүкшеген кейуана кемпірмен қураған кәрі терек қатар елестеді. Бала күніміз. Туған ауылының бүйірінен ағып өтетін тау өзені, теректің бойындағы қураған кәрі теректің түбінде
бір топ қара сирақ ләңгі ойнайтынбыз. Теректің бойы кезінде қалың тал терек болыпты. Ауылдастарым ағашты алыстан іздеуге ерініп, іргедегі дайын орманнан теректерін кесіп ала берген. Мен ес білгелі, өзен бойында тіс шұқырлық қылтанақ жоқ еді. Көсенің иегінде жып-жылмағай жағалауда көзген шыққан сүйелдей осы қу терек қауқиып тұратын. Үлкендер жағы, сол ағаштың түбінде ойнамаңдар, бір күні құласа басып қалады деп ұрсатын. Балалар қасарысып соның түбінен шықпайтынбыз. Қу бұтақтарына өрмелеп ойнаймыз. Жуандығыне ойып атымызды жазамыз. Бір күні қас қарая қатты жел тұрды. Кәрі теректің қу бұтақтары сықырлап кеткен соң, балалар ойнымызды доғарып, үйімізге тарастық. Бір кезде артқы жақтан көрсеткен дыбыс естілді де, бәріміз үдірейсе жалт қарастық. Суы тартылып, құм қапқан өзен арнасында кәрі терек ұзыннан сұлап жатты. Сыңсыған қалың орманнан жалғыз қалған терек көз алдымызда осылай күйреген. Сонда күйреп жатқан кәрі ағашты көріп, балаң жүрегім дір ете түскен. Неге екенін ол кезде салмақтап жете түсіне алмадым ба, әлде қимастық, әлде өкініш, әйтеуір беймаза сезім көңілімді ұйытып, тынышымды алған. Ертең біреу кәрі теректі ара темірмен бөлшектеп, үйіне отынға сүйреп әкетеді. Енді оның кәрі әженің білегіндей арса-арса бұтақтарына шыға алмаймыз. Өрмелеп биігіне көтерілгенде, бұлтқа төбеміз тигендей асқақ күйге бөленуші едік. Соның бәрі ертегі болып қалады. Бәрінен қиыны біз енді бұл жерге жиналмаймыз, қызыққа батып ойнамаймыз. Ертең-ақ талай татты ойынымызға себепші болған кәрі теректі ұмытамыз, басқа ермек тауып аламыз. Бұл жерде желге арқасын беріп балаларға ермек болып, көп жыл дара теректің жалғыздықтың мұңды күйін шертіп тұрғанын санадан өшіреміз. Бардың жоққа айналуы. Сол теректе жеке дара қураған кейуананың да жығылар сәті таяған сияқты. Көзіммен көрмесем де, сормаңдай байқұстың зарынан ақ, сәшкенің адам санатынан әлде қашан сызылып қалғанын бағамдадым. Енді оны бергі дүниеге әкелуге Құдайдан өзге ешкімнің де шамасы келе қоймас. Сөйте тұра, кейуана кемпірдің кенжесін жазғырмайтынына таңым бар. Әлде жастайынан жанын жаралап өскен жас жігіт жан рахатын алдамшы әзәзілден тапты ма? Кім білсін, маған ол арасы жұмбақ. Ойдан ой туады. Сананы сарсылтқан сансыз сұрақтан діңкем қатқанда барып, кейуана кемпірдің ертеңіне ойша көз жүгірттім. Кемпір төсегіне ішім тұлып тұра алмады. Аяқ қолы барған сайын мұздап, бір үрейлі сезім бойындағы күшін жалмап барады. Терезеден түскен батар күннің қан қызыл сәулесі сәт сайын қошқылданып, ұйып бөлмеші көлк-көлк кетеді. Ол бар күшін жиып орнынан тұруға тырысты. Соңғы кездері осындай дерт жабысқан, көз қарауытып, қол аяғы қарысып, үйелеп отырып қалады. Жүрегі ойпы-тойпы, кеудесі қысып кетеді. Қаталап барып жатқан-ай, бір жұтым су болар меді. Ең болмаса бір тамшы су. Әй сәшке, су берші жаным. Тілім аузыма симай бара жатыр. Мұз болар меді. Мынау қаралбасының қылғындырып әкеткенін көрмейсің бе? Әй сәшке, кеудеме мінген мына сайқалды сақ-сақ күлдірмей жылып тасташы. Су, су. Кемпірдің үні жер астынан шыққандай тұншығып әрең естілді. Сыр-сыр еткен кеудесінен үзіліп-үзіліп шыққан бұл сөздерге төрт қанденнен басқа елеңдеген ешкім болған жоқ. Мына қаралбасыны кеудеден жылып тастар жан бар ма? Айналайындар-ау, келсеңдерші. Айтар ақырға арызым бар. Сүйеңдерші басымды, сипаңдар шаяқ қолымды, мұздап барам. Мұқаш, Ахаш, Бөкеш, Байсал, қайдасыңдар құлындарым, жақсы жаман деп бөлмеймін. Келіңдерші қасыма, неге бездіңдер менен? Бәріңде менің омырауымды ембеп бедіңдер, мені ұмыттыңдар ма? Алжыған шаман шешеміз бар еді. Анда-санда төбе көрсетіп қойсаңдар, нелерің кетеді? Әлде уақыттарың жоқ па? Иә, тірі адамның тіршілігі бітуші еді. Жоқ қой, қайдан болсын уақыттарың? Сендер қартаймаңдар шығарғаларым. Сәшке, сәшке, су тамыз аузыма. Жарығым, бауыр етім балам, су. Өлім мен өмірдің екі ортасында кеудеден шыбын жаны шықпай,
Кемпірдің жан таласқан жатқанын сезді ме, болмаса иесінің уағында тамақ бермегеніне ызаланғандары ма? Ала-көлеңке бөлмені бастарына көшіріп, 4 канден үрдай. Кемпір ап-анық естіп жатыр. Мынау Ақтөстің даусы міне. Ал аяқ ұрды. Мойнақ, кішкентай дауыстарынан айналдым күшіктерім. Қазір тұрам көкелерім. Қазір сүт берем. 4-еуі қабаттаса ұлыды. Тәубе, тәубе. Жоқ, даусыз өлгенім жоқ. Артымда 4 күшігім боздап қалды. Тәубе. Кемпірдің көз алдынан өткен өмірі тізбек-тізбек болып жөңкіле көшіп жатыр. Міне, өгіз арбаны айдап қырманға қарай беттеп барады. Қырман басы қайнаған еңбек. Маңдайынан шып-шып тер шыққан Қабылбай күрегіне сүйенген бойы күлімсірей қарап қалыпты. Жіңішкенің бойындағы 2 бөлмелі ескі тамы мынау. Қуықтай ғана осы үйде 2 үйлі жан 5 қысқыстап шығып еді. Соғыс кезі 2 қатын жабылып, қарын бір қарманы 8 бала қақ бөліп жейтін. 4-еуі Қайшанқы, 4-еуі өз ұлы Мұха, Шахан, Бөкен, Байсал. Соғыстан кейін туған Сәшке Сағыныш. Ол да 40-тың қырқасына шықты. Қайран дүние-ай. Көз алдынан күллі дүние шыр көбелек айналып бара жатты. 4 қанденнің шәуілдеген қош-қошы бірте-бірте алыстай берді. Кемпірді қайтпас сапарға 4 канденнің жоқтауы шығарып салды. Мен өз ойымнан өзім шошыдым. Автобус ішінде бағанағыдай ентірескен жұрт жоқ. Ашық тұрған терезеден сап-салқын жел гулейді. Мен қала сыртына жаңадан бой көтеріп келе жатқан металлургтер поселкесіне қызға қарап отырып, әлгі сүреңсіз ойларынан арылуға тырыстым. Бірақ қанша ойламайын десем де, кейуана кемпірдің күрсініп отырып, осы көшедегі Алуа дейтін ақсақ кемпірді көршілері сасып кеткенде барып бірақ көріпті. Денесі жууға да жарамады. Балалары қарамай кетіпті. 3 бірдей тепсе темір үзетін ұлы бар дейді. Ондай баланың барынан жоғы. Жалғанай, сол Алуаның кебін құшып жүреміз бе? Кім білсін деген сөздері құлағымнан кетер емес. Бірыңғай қызыл кірпіштен қамшыдай өрілген әсем үйлер мен таспадай тілінген түзу көшелер көз сүріндіреді тіпті. Ел жарбиған жаман үйдің бір бөлмесіне зар болып жүргенде тасы өрге домалаған біреулер қос қабаттап салып жатыр деп ойладым. Ішімді қызғаныш па, ыза ма, түсініксіз бір сезім қарығандай болды. Келесі жолы сары кемпір күзетке келген жоқ. Түні бойы елегізіп көз ілмедім. Таңертең қайтар жолға әдейілеп кемпірдің үйіне бұрылдым. Жүрегім өрекпей берді. Үйге таянғанда кәнден иттердің төбе құйқаны шымырлатқан зарлы ұлу естілді. Есік ішінен ілулі екен. Дүрсілдетіп едім, ешкім дауыс бермеді. Үйді айналып барып терезеден сығаладым. Алғашында ала-көлеңке бөлме ішінен ештеңені ажырата алмадым. Біраздан соң төсекте шалқасынан жатқан кемпірді көрдім. Сол жақ қолы төсектен төмен салбырап кеткен, жансыз сияқты. Кәнден иттер одан сайын өршелене ұлый түсті. Әңгіменің соңы. Әңгіме авторы Талаптан Ахметжан.